облыс әкімі орынбасарларының мықтысы болды. Екі дүркін болу деген ол тегінден бұйыра бермейді. Bir сөзбен айтқанда, Дархан бауырым барлық уақытын бақытты болатын тірлікке жұмсаған жігіт. Қай жерде ұлттық құндылықтар бар, қай жерде мәселен ұлттық өсіретін жаңағы қайнарынан мейірін қарым ішетін мәселен қандай жаңағы қасиет бар, осы Дархан соңғасынан табылатын жаңағы ше. Бір сөз есіне кетпейді, көресіз ертең Шәмші Қалдаяқовтың "Мен Қазақстаным" дейтін әнұран болған кезде біз өкініп қалмауымыз керек деп. Ол кезде ол Шәмші Қалдаяқовтың "Мен Қазақстаным" әнұран болады деп ешкім білмейтін де кез тұғын. Бір курстан 2 министр шыққан, Дархан аға өзі қалжыңдап айтар, бір бөлмеден 2 министр шыққан деп. Абай Құнанбайұлы адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде деген. Бүгінгі кейіпкерімізге туған жердің топырағы, оның тұлға болып қалыптасуына едәуір әсер еткендей. Түлкібастың тұмса табиғатына қарап өскен ұлдың жан дүниесі де, рухани байлығы да терең. Дархан бауырымның даладай кеңдігі, таудай биіктігі, теңіздей тереңдігі оның арғы ата тегінде жатыр. Негізі бар. Өйткені бұлар өсіп өнген шаңырақ. Әкесі Хамзабек, аяулы анасы Үрзада 15 ұл қызды дүниеге әкелген, тәрбиелеген, тәлім берген. Сосын 7 ұл 8 қыздың ішінде ұлдарының барлығына хан деп аяқталатын ат берген. Үлкені Әмірхан, Нұрмахан, Абылайхан, Дархан, Бархан, Ерхан хан болсын депті. Бұл неге олайды мен кейін араласа келе зерттесем, бұл бабалары би болған, датқа болған екен. Әсіресе мынау Дарханның әжесі, яғни Хамзабек әкесінің шешесі Тұрар Рысқұловтың қарындасы екен. Міне қайдан шыққан бұлар. Тектілік әкенің қанымен, ананың сүтімен дариды. Дәкеңнің болмысымен жан дүниесінің Дархан даладай кең болуы, әулеттегі әке мектебінің мықтылығы. Хамзабек ағамыздың ауылына барғанда мен ол кісінің көсемдігіне, шешендігіне, өрнекті ой пікірлеріне мен таң қалдым. Не дейді? Бір-екі сөзін айтайын, есімде қалғандарын. Енемен тігілген іске жуалдыз сұқтау керек дейді. Бүлдіресін деген сөз қойылды. Немесе тасқын су диірменді жүргізуде мүмкін. Немесе бұзуда мүмкін дейді. Астарлы сөз ғой. Адам жапырақ сияқты дейді. Бір кезде биікте тұрған жапырақ уақыты келгенде жерге құлайды дейді. Хамзабек атамыздың Қазанат деген кітабын мен оқып шықтым, оны оқымай тұрып өз аузынан талай естіген сөздерінің ең есімде қалғаны ол кісі діндar адам еді. Не дейді? Өткенге өкінбе, қайтып келмейді. Алда болатын Алла біледі. Дәл бүгінгі істеген сәтті тірлігің ертеңгі күнге бақытқа баратын баспалдақ дейді. Қандай ғажап сөз еді. Дархан Мыңбай ұлттық музейді басқарып тұрғанда, оны үлкен ғылыми орталыққа айналдыруды мақсат тұтты. Ұлттық музей тек Қазақстанның ғана емес, орталық Азияның құнды дүниесіне айналса деген үмітпен іс атқарды. Ол көбіне тәуелсіздік тақырыбында қалам тербеді. Цензура деген журналистің аяқ қолын ғана емес, ойында тұсайды. Тәуелсіздік алып, цензура жойылғаннан кейін шындығында үлкен жетістік болды дейді Дархан Мыңбай бір сұхбатында. Шындығын айтқанда өте қатты толқыдық. Расында да, өйткені оны енді айтып жеткізу оңай емес. Өйткені бұл жерде сол кездегі біздің көз алдыңнан сол баяғы ата-бабалардың барлығының жүріп өткен жолы бізге әшейін жай бейбіт жолмен келді деген сөз емес. Біздің ата-бабаларымыздың төгілген қанының өтеуі ғой бұл деп. Сондай сөздер және мынау шын айтқанда біз шығып алып жай қарапайым қызметкерлер сол кездегі
бір-бірімізді құшақтап, құттықтап, кәдімгі бар ғой, шынын айтайық, кәдімгі барымызды үстелге қойып, шайда іштік, сол күні тіпті жұмыста біразға дейін жаңа мынаны бүгін аударып, бүгін шығаруымыз керек деген сондай бір адамда іште бір күш пайда болады екен, жігер. Ол деген мен ойлаймын, шындығында да азаттыққа, аңсаған азаттық деп айта салу оңай ғой. Ал шындығында да азаттыққа бір өз көзіңмен көріп, өз құлағыңмен естіп, соның басы қасында жүру ол бір үлкен бір бақыт қой. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардан бастап Дархан Қамзабекұлы үлкен қызметтерде болды. Қазақстан телерадио корпорациясының вице-президенті қызметінде жүріп, осы журналистиканың ішіндегі телевидениенің дамуына үлкен үлес қосты. Сосын сол елең алаң кезеңде оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары болды. Сол Дархан Қамзабекұлының жасап кеткен тірліктері әлі күнге дейін айтылады. Осында жалпы менің білуімше бұл кісілердің қазақ мемлекеттік журналистика факультетінде оқып жүрген кезінде 3-ші курстан бастап Мәскеу мемлекеттік университетіне ауысқан. Мен Дархан ағаны кішкентай бала күнім білем деп айтсам болады, өйткені менің ағаммен бірге оқыды, біздің елге, ауылға келіп тұратын. Сол кішкентай кезімнен бұл кісілерді білдім, сол кісілерге қызықтық, еліктеп өстік. Өзімізде оқыдық Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде. Бірақ менің осы уақытқа дейін байқағаным тура осы кісілердің курсында курс болған жоқ, өте бауырмал, өте ұйымшыл. Сосын енді бір керемет білімді жігіттер жиналған. Бір курстан 2 министр шыққан. Дархан аға өзі қалжыңдап айтар, бір бөлмеден 2 министр шыққан деп. 10 шақты бас редакторлар шыққан республикалық басылымдардың. Олжас Омарұлы мен қазақты әлемнің кітапханаларының бәрінен іздедім деген екен. Дархан Мыңбай кітаптан, ұлттық мұрамыздан, рухани құндылықтан қазақтың болмысын іздеген адам. Мамандығы журналист болғандықтан оңтүстік жерінде қызметте жүргенде тіл, баспа тазалығына аса мән берді. Дархан Қамзабекұлы біздің облыста 2 дүркін облыс әкімінің орынбасары болды. Сонда есімде қалғаны шамамен біз 2,5-3 жыл, 4 жылдың ішінде мына бұқаралық ақпарат құралдарының сауаттылығына тәуелдісі бар, тәуелсізі бар, газеттер көбейіп кеткен, журналдар көбейіп кеткен, солардың сауаттылығын, мәдениетін, баспасөз мәдениетін арттыруға қатты көңіл бөлдік. Ол кісі басшы, мен қосшы дегендей талдап, баяндамалар жасап, талқылап, кейбіреулер оған өкпеледі, бірақ сауаттылық едәуір жақсарды. Одан кейін облыстық ономастика комиссиясының төрағасы болдым, мен орынбасары болдым. Сонда да көп тірліктер жасадық. Анау атамның атын ауылға, көкемнің атын көшеге дейтін белең алып, кім болса сол жаңағы ата-бабаларын дегендей әке-көкелерін көшеге қоятындай бір ентелеу пайда болған. Соған қарсы тұрып, біз 4 жыл бойы ауылдарға адамның атын қоймау туралы өзімізше мораторий жарияладық қой, жаңағы комиссиямен келісіп, облыс әкімімен келісіп, 4 жыл бойы ұстап тұрдық. Сонда өзінің ұстанымын, принципшілдігін, мемлекетшілдігін, елшілдігін, халықшылдығын танытқан кезі болды. Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды деген ой айтады Әлихан Бөкейханов. 2000 жылдардың басында мәдени мұра бағдарламасында ат салысып, көптеген асыл дүниелерді рухани қоржынымызға салуға үлесін қосқан азаматтың бірі Дархан Мыңбай болды. Ол туған жерін түлетуге тер төкті. Қазір мына ұлттық құндылықтан айырып қалды деген көп айтатын мәселе. Шынында мәселен ұлттың қайнар болмаса, ол салт дәстүр болмаса, оның мәселен өзінің жаңағы асы болмаса, мәселен қалты деп есептеу қиын. Ол басқалыққа айналып кетеді. Осындайда мысалы еске түседі, Асқар Сүлейменовтің айтқан сөзі бар, халық маймылдан жаралған шығар, қазақ аттан жаралған деп, жылқыдан жаралған деп та. Сол сияқты мәселен Сәбедәлінің көзінде де қазақтар қатты көтерілді ғой мәселен. Сол кездерде мәселен ең бірінші кезек болып астындағы атын алған екен, жылқының бәрін қырып тастаған ғой. Сөйтіп қазақ жерге түскеннен кейін сондай момын болып қалған. Ал енді Дархан Мыңбай туралы айтатын болсақ, осы Дарханның жаңағы мықтылығы сол, мәселен осы ұлттық қайнарды бойына әдәл сіңіре өскен нағыз мемлекетші тұлға.
ол жаңағы осы облыс әкімінің орынбасары болып келгенде көп жұмыстар істедім идеология саласында. Соның ішінде біреуін айтайын. Ол қазаққа жаңағы өзінің ұлттық асын әперуге, қайтарып беруге соған қатты үлкен жұмыс істеді. Ол енді Саба фестивалі. Ол Саба фестивалі ең бірінші рет облыста ұйымдастырылды. Оған мәселен сонау жаңағы неден төрт түкірді айтпай қойын, Алаштың жұрттары келіп соны тамашалады. Кереметтей мәселен Мұрат Әуезовтерден бастап мәселен Сафаровтан үлкен ғалымдар мәселен Башқұртстан солардың бәрі келіп жаңағы Саба фестивалін көрді. Кейін сосын ол өзі Түлкібас ауданының әкім болып кеткен кезде, біз сол кездерде мәселен бәріне барып жүрдік қой. Шерхан Мұртазалар келді мәселен жаңағы. Сонда жаңағы қазақтың өзі қымызды біз тек қана бір бесті қымыз, қысыр қымыз деген сияқты қымыздың түрлерін білеміз ғой мәселен, салмал деген сияқты. Сөйтсек бұның 40 шақты түрі болып отқан жаңағы қымыздың ше. Сол кезде жаңағы Дархан сол бүкіл Түлкібастың халқына сауын айтып мәселен жаңағы бәрін жаңағы қымыздың қандай түрін білесіздер, соны тілдіңіздер деп. Сол кезде де мен көрдім 15 шақты қымыздың түрі келіп келді. Бәрі дәм татты. Соның ішінде Абылай қан ішкен қымыз деген қымыз сол кезде өзім дәм таттым. Сөйтсем оның өте қызық ғой ше. Кәдімгі сары қымыздың ішіне қазы кескен, қазы салған майдалап. Сосын кейін жаңағы бал қосқан. Ез бар, солар бәрін кішкентай қосқан ана бір қойып бақ, кәдімгі бір көжешкендей боласың да. Кейін қарасам мәселен Абылай хан дейтіндей бар екен, өйткені жауынгерлік заман ғой мәселен ше. Кім мәселен қай жерде мәселен қазір көтеріп тамақ істеп отырады, анау әрі сусынды басады, әрі тоқтық жаңағы ше, тамақ мәселен, бүкіл калорияның бәрі бар мәселен. Соның ішінде жаңағы көрдік қой қымыздың жаңағы не бір атауларын. Сол жаңағы айтайын дегенім, жаңағы Дархан сонда осыны бір қалыпқа оралтты. Өйткені қазір біздің көп жерден кәдімгі өзіміздің жүрегіміздің безінгеніміз сияқты мәселен жаңағы бір ұлтсызданып бара жатқанымыз, біздің өзіміз салт дәстүрімізден көп айырылып қалдық мәселен ше. Соны бір пұшпаған осы Дархан ұстап, Саба фестивалін дүниеге алып келді мәселен. Екінші рет орынбасар болып келгенде біз мына ұлысымның ұйытқысы оңтүстік деген акция өткіздік. Онда мына зиялы қауым бар, ірі көрнекті қайраткерлер бар, мемлекет қоғам қайраткерлері бар, классик жазушылар бар, Әбжәміл Нұрпейісов пенен Дулат Исабеков, Төлен Әбдіковтерден бастап 51 қайраткер менен қаламгерлердің тізімін жасап, соларды екеуден, үшеуден, кейде бесеуден топтап шақырып жаңағы мен жүргізуші модератор болдым. Өмірзақ Естайұлы ашып береді, кейде Дархан Қамзабекұлы ашып береді. Керемет кездесулер болды, жүздесулер болды. Халыққа өте қатты ұнады, серпіліс тудырды. Сол ұлысымның ұйытқысы оңтүстік деген акцияны осы күнге дейін сұрайтындар бар мысалға. Дәл қазір біздің Қазақстанда сондай идеологияның жаңағы оңғыл-шұңғылын беретін, қыр-сырын білетін мамандар санаулы ғана десем, маған бұл салада жүрген әріптестерім, ағайындарым ренжи қоймас деп ойлаймын. Мен бір мысал айтайын. 90-шы жылдары білесіздер, елдің барлығы жаңағы базар аралап кетті. Мынау жаңағы мәдениет, өнер дейтін мәселелерді айтатын болса, оны айтқан, оның проблемасын айтқан адамдарға күлетін дәрежеге жеткен кезде Дархан Мыңбай Оңтүстік Қазақстан облысына әкімнің идеология жөніндегі орынбасары болып келді. 90-шы жылдары қазақтың ұлы композиторы, бүгінгі әнұранның авторы Шәмші Қалдаяқов қайтыс болғаннан кейін Шымкент қаласында Шәмші Қалдаяқов атындағы ән фестивалі басталған болатын. Соны біздің облыс ақыр-аяғында өткізе алмай қалды 90-шы жылдардың ортасынан сәл әрі өткенде. Бұны сол Оңтүстік Қазақстан облысының өткізе алмай қалғандығын пайдаланып, көрші Жамбыл облысы, ол кезде Жамбыл облысының әкімі Амалбек Тішанов ағамыз болатындығын, осы фестиваль Жамбыл облысына өтіп кетті. 97 жылдың соңында, әлде 98 жылдың басында облыс әкімінің орынбасары болып Дархан Мыңбай келіп, сол Дархан Мыңбайға жолыққаннан кейін екеуара әңгіменің кезінде осы фестивальдің жайы сөз болды. Мен сонда Дархан досымыздың, Дархан Қамзабекұлының мәселені бірден шешетіндігін, дәл осы идеология мәселесінде жаңағы оның жұрттың бәрі жас деп жүрді, ал оның бір елге бас бола алатындығын сол кезде дәлелдеп берді мысалға. Осы мәселе сөз болған кезде ол бірден жұлып алғандай болып, туыстар әлі бар ма деп сұрады менен. Бар, туыстары осындай Отырар ауданында қазіргі Шәмші ауылы, Қарақоңыр ауылында тұрады деп едім. Онда өтініш, сіз барып
сол туыстарының атынан тез қат ұйымдастырып беріңізші. Биылдан қалдырмай Шәмші Қалдаяқов фестивалін біздің облыс өз алу керек деді. Сол кезде бір сөз есімнен кетпейді. Көресіз, ертең Шәмші Қалдаяқовтың "Мен Қазақстаным" дейтін әнұран болған кезде біз өкініп қалмауымыз керек деп. Ол кезде ол Шәмші Қалдаяқовтың "Мен Қазақстаным" әнұран болады деп ешкім білмейтін де кез тұғын. Сонымен бір күннің ішінде барып қатқа қол қойдыртып келдік. Бас аяғы бір айға жетпейтін уақыттың ішінде Шәмші Қалдаяқов фестивалі оңтүстік Қазақстан облысына өтті. Бұл нені білдіреді? Бұл әшейін жаңағы бұл өнер, мәдениет дейтін мәселелерге Дархан Мыңбайдың ат үсті қарамайтындығын, оның кәдімгі шын жан-тәнімен кірісіп кететіндігін білдіреді. Мысалға, ол өзін мен ойлаймын, Өзбекәлі Жәнібековтің рухани бауыры санайтын болу керек деп. Себебі менің есімде өз ағаң Алматыда пәтерінде қатты науқастанып жатқан кезінде Дархан Мыңбайдың қайта-қайта өз ағаның үйіне барып көңілін сұрап келіп жүретінін білем. Ол нені білдіреді? Ол кезде өз ағаң, Өзбекәлі ағамыз зейнеткерлік демалыста одан бір не көрейін деп жүрген жоқ. Ол бір матери пайда көрейін деп жүрген жоқ. Ол осындай бір рухани ұлы тұлғаға қалай іні болам дегеннің жолында жүрген жігіт қой деп мен солай қабылдаған. Дархан Қамзабекұлы өзінің тың идеялары мен руханиятқа риясыз еңбек етіп келеді. Ол жаңашылдықты жақсы көрді. Мәдениет пен әдебиетті, жалпы өркениетті дамытуға ниетті жанның бірі. Дархан Мыңбайдың потенциалы толық пайдаланылды деп мен өзім ойламаймын. Дархан Мыңбайдың потенциалын біздің еліміз әлде де пайдалану керек. Оның бойындағы идеялар. Тағы бір мәселе айтайын, осы Евразия KZ дейтін газет аштық. Сол кезде бір әңгіменің үстінде сол Дархан Мыңбай маған бір рубрика ұсынды. Ол жаңағы ескі суреттер тарих үшін жариялап отырсаң қалай болады деп. Сонымен Евразия KZ-тің бетінде сирек суреттер сөйлейді дейтін рубрика аштық. Ол қазір мына оңтүстік Қазақстанда жүр. Бұл бірінші сол Евразия KZ басылымында басталды. Сол біздің сол бастамамызды кейіннен аргументи факты Қазақстан басылымы старая фотография дейтін акция өткізіп, содан әлі күнге дейін олардың бетінен түспей келе жатыр. Сол біле білген адамға бұл бір ғана мысал, ол Дархан Мыңбайдың жеке идеясы болатын тұғын. Дархан Қамзабекұлы министр кезінде мен Қазақ газеттері акционерлік қоғамында директордың орынбасары болып қызмет істедім. Ақиқат деген журнал бізге қарайтын. Ақиқат деген журналдың бас редакторы зейнет жасына кетіп, орнына анау келеді екен, мынау келеді екен деп жүрген кезінде қаншама адамдар әрекет жасап жатқан кезде Дархан Қамзабекұлы бір күн телефон шалып, директорымыз Жұмабек Кенжалиннің орнында болмағандықтан мен сөйлестім. Сол кезде Дархан аға өзі министр басымен бізге звондап, Ақиқат журналына бас редакторлыққа Аманхан Әлімді тағайындағанын айтып, сол кезде бір керемет таңғалыс болған, өйткені ол газет журналға бас редактор болып баратын Аманхан Әлім білмейді екен. Сонда бұл нені білдіреді? Бұл Дархан ағаның кімнің қалай жазатынын, кімнің қабілеті қандай екендігін біліп қызметке тағайындайтынын білдіреді. Әйтпесе мені ғой деп таласып жатқан адамның жобасын білетін тұғымыз, сөйтіп Аманхан ағамыз бас редактор болып келген. Жалпы енді Дархан ағамыздың идеология саласында атқарған шаруалардың бәрі көз алдымызда ғой. Сондықтан ағамызға осы елдің қалыптасуына жасаған еңбектері еленіп, ары қарай да осындай бір елдік болмыстағы жұмыстарды жалғаса берсін деп тілек айтқымыз келеді. Дархан Қамзабекұлы 40 жасында оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, 50 жасында ел мерейінің өсуіне үлес қосып, мәдениет және ақпарат министрі болды. Бүгінде парламент төрінде қара халықтың сөзін сөйлеп, 60-ында ағалық ісімен елге елеулі жанның біріне айналды.
білім инемен құдық қазғандай деген сөз бар ғой. Сол білімді инемен құдық қазғандай қазған Дархан бауырымның бір мықты жерін айтайын. Ол құдықты су шығатын жерден қаза білетін жігіт. Міне оның мықтылығы да осында. Беделі биік, абыройы жоғары азамат, қазір халық қалаулысы, депутат ретінде де ол кісі өте белсенді. Сондықтан мақтан етеміз. Алпысы, талтысы құтты болсын дейміз. Дархан досымыз, амандық тілеймін, абырой тілеймін, ұрпағымен мың жасасын.